көрермен, жарнамадан оралдық. Кезекті белгі Бекзаттың қолында. Бекзат. Тату болу. Тату болу. Оған қатысты ештеңе айтпайсыз? Жоқ, тату болайық. Жаңа Әйгерім айтып жатыр ғой. Сол бағанағы қыздары бар дейді сізде. Сыртта бір қызды көріп қалғанымыз бар. Алдыңғы эфирде өзіміз білеміз енді. Мадинаның аузына кіргісі келіп жылауға дейін барып, Мадина mesela сезім бар дегенде әңгімелерді айтқан болатын. Енді сыртта футбол ойнап жүріп, басқа қызға победамды арнайым дегендей мақсатпен жүгіріп жүрген видеосын көргеніміз бар. Енді сол туралы сұрайын деген едім. Несіне Победамды арнаймын дейді. Қалайсыз Балсағам, қайырлы күн. Енді жылауға дейін барған деген кішкене ұя болатын сияқты. Сен қайсы қызды айтып жатсың? Қайсысы болды? Просто шатасып жатыр. қайсысы болғанда шатасатындай дәлелдейсіз? Иә, сондай болып тұр. Жоқ, енді құрсын, Әйгерім не қылды, жаңа келіп жатырмын, сразу жағадан алып жатқаның не? Негізі андай ғой, ортаға мән берсек, ешқандай ештеңе жоқ. Ортада бәрі идеально болып тұр. Просто алдында сен неге орталарына түстің дегенім ғой, орталарына түсіп, сомнения келтіріп, енді Мадина тарапынан Фархатқа деген кішкене сондай сомнениялар қалып тұр да, сенің кесірінен. Ал сен сол сомненияны қалдыра тұрып, мәз болып, риза болып отқан жайым бар. Және де сыртта басқа қыздарың бар екен. Қайсысы деп отырғанына мен де таңғалып отырмын. Сонда көп деген қызым бар ма? Мен де таңғалып отырмын. Бұл әңгіме қайдан шықты? Сыртта қызыңыз бар деп. Айтып отырсың, айтшы маған, Әйгерім. Тористен көріп қалғаным бар, алдында футбол ойнап жүр екен. Мадинаның өзі енді тоқтырып кетеді деген ойдам. Сторис салған, және Бекзат жүгіріп жүр енді. Сосын айтады, Бекзаттың қызы десен, қыз майысып күліп қояды, я дегендей, жоқ демейді. Бекзатта мәз сол қызға қарап тұрып, мен осы победамды сол қызға арнайым дегендей көз қараспен қарап жүгіріп жүрген көрген болатын. Ойпырмау енді бір Бекзаттың самооценкасының бір бөлшегін берсе ғой деп ойлаймын да. Енді әлемдегі барлық бір хор қызындай сұлу қыздардың бәрі осы Бекзаттікі деп ойлай ма, или бір сөйтіп кейде шатаса ма деген сияқты бір ниетім болып тұр. Енді мынандай бір сұрақ болып тұр Балауса ханым. Алдында мен ортаға шықтым ғой енді Мадиналардан кейін. Сол кезде орныма отырған кезде бүйтіп қарап қалдым да, олар оның алдындағы Фархат пен Мадина кеткен кезде ұрысып отыр деді. Бекзат пен кім? Болды, араласпаймыз, Данет болды, тоқтады деген сияқты қылып. И қайттан орнына келді да, қайттан пыш-пыш әңгіме, өздері күліп, бір-біріне қарап деген сияқты қылып. Сол кезде болды, тоқтадық, бүге-шүгесін қойдық, бәрі бітті деген сияқты еді. Сонымен ортаға келді да, қайттан әңгіме етіп, бүйтіп отқан сияқты болды. Оны қалай түсінемін, жалпы сендерді әлі әңгімелерің тоқтамады ма, не әңгіме болды, жалпы не күлу, не көзқарас деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Жоқ, негізі Бекзат сөйлеп қалсам, мысалы Мадина бүйтіп андай әлі күнге дейін бүйтіп күліп қарап отқаны бар да, мен емес барлық көрермендер көрген сияқты болды оны. Байқалды. Иә, ол жақтың бәрін негізі ол сұрақты маған Фарада қойған болатын. Не деп әңгімелесіңдер, неге күлдің деген сияқты. Ол жерде мен артында Оразғали отырған кезде бір нәрсе істеп күлдіртті, бірдеме деп сөйледі әйтеу. Сосын ана жағымда отырды да, Бекзат ана жағымда отырды да, сосын бірдеме деп сөйледі, мен жай ғана бүйтіп тыңдап отырмын. Оған қарап ешқандай күліп, или болмаса бір жаңағыдай диалог болып, сондай ештеме болған жоқ еді да. Және де ана жерде өздеріңде бір-бірлеріңе ойбай, арттарыңды ашып, басқа нәрсе қылып, быт-шыт қылып, айқайласып алып, бір жерде барып, бір дастархан басына шай ішіп отырған кездеріңе біз ештеме деген жоқпыз, например, да. Ал оның қасында мен ештеме деп отырған жоқпын. Ол ситуация көрерменнің де ойында болды, менің де ойымда болды. Мен түсіне алмадым, қазір ғана Фархат кетті, бұл кісілер бір-бірлеріне жаңағы бұл сізден үміттімін деді дәл сол күні. Сіз мен саған ешқандай да үміт бермеймін дедіңіздер, және содан кейін жаңағы бір ғана әзілге емес, бірнеше уақыт бойы сіздерге тіпті ескертулер айтылды қайта-қайта. Балауса ханым, негізінде сол кезде сол енді біз кадрға түсіп қалдық қой. И ол нәрсенің маған да Бекзаттың сөйлеген неприятно болғаннан кейін маған да Фараның көңіліне былай айтқанда ешқандай күдік ұялатпас үшін мен барып орнымды ауыстырған болатын Майданамен. Балауса ханым, ол жерде ше мынандай әзіл айтты Оразғали деп отыр. Арттарында отырдым ғой. Арттарында отырдым, әзіл айтты деп отыр ғой. Мен әзіл айтқан жоқпын. Екеуі Мадина ортадан келгеннен кейін екеуі қайтадан шүйіркелесіп бастады. Мен содан кейін беттеріне қарап айттым, сендер сонда ұялмайсыңдар ма дедім да, күлдім мен. Олар бір-біріне қарады, маған қарады, тағы да күлді да, сонымен дальше әңгімесін жалғастырып отыра берді. Ол жерде мен ешқандай әзіл айтқан жоқпын. Ойбай, не деген өтірікшісіңдер. Мен өтірік айтқан жоқпын. Сен айттың сосын. Сен айттың, маған қарадың да, артқа бұрылдың да, біз саған күліп жатырмыз ғой дедің. Есіңде ма? Ал мен саған айттым, мен саған күлетін ештеңе айтқан жоқпын дедің. Сонда бәрі өтірікші да ана жерде көріп отырған. Сен ақшылық айтасың ба сонда? Жоқ, ол нәрсе айттым, одан кейін барып күлдім. Одан кейін ана жағымда отырып Бекзат бір нәрсе деп айтты, мен просто бүйтіп елін тыңдадым. Мадина нақты Оразғалидің ол жерде әзіл айтсын айтпасын, ол жерде бір шамамен 10 минуттық ситуация болды. Сіздердің шүйіркелесіп отырғандарыңыз. Ол бір әзілден ары қарай жалғасып кеткен, немесе бір рет келген сәт емес. Бекзат сөйлеген кезде мен сөйлемей ақ қойшы деп айтқаным бар мен. Қойшы болды.
ана жаққа түсіп қаламыз, басқа нәрсе болсын. Мен үйтіп Фараның көзіне үйтіп жаман түсіп қалғым келмейді деген сияқты әңгіме айттым. Мен оған ешқандай повод та бергім келмейді. Мен ары қарай барып орныма отырсам ба деп мен еще сұраған болар. Жоқ, қарашы, егер Балшаға мына нәрсе егер мына кісі қалай негізі былай сен пікір тыңдай аласың ба? Біздің отырғаннан кейін сен тыңдауға міндеттісің, тыңдайсың да. Андай нәрсе ғой Балауса ханым, егер сен повод бергің келмесе, оның алдында сендер теманы жаптыңдар ма, сен Фараның көңілін сол кезде ойлайтын болсаң, сен ол жаққа отырмай, мен Балауса ханым басқа жерге отырғым келеді деп айтар едің. Сен өзің барып отырдың да, и повод беріп сен әңгіме етіп, сендер өздерің на эмоциях тұрған кезде бір жерге барып отыру туралы ойлай аласыңдар ма? Мына жерінде миларыңа келе ма? Онда сен басқа адамсың, Ернар. Сен өзіңді менімен салыстырмашы, сен басқа адамсың, сен на эмоциях тұрып ойлана алатын шығарсың, менде ондай ой болмайды екен. Может, сен на эмоциях тұрып біраз нәрсені ойлап тастайтын шығарсың, қайдан білем? Да, Ернар түсінбей отырмын, Балауса ханым, не деген ашу, не деген агрессия мұнанікі. Сен бұл кісілердің арасында бірдеңе не іздеп жүрсің негізі жалпы? Қатты андай қылып сұрап жатсың да, қара, Фархатқа ұнап отқан жоқ ол әңгіме. Ернар, сенің тіліңмен айтқанда, мына қатыгез әлемге Фархат бір андай болып ашуымен бүйт көрінетін жар, бірақ отношениеге келген кезде мына қатыгез әлемге Фархат тым нәзік көріндер ма мына? Жоқ, андай ашуланып отыр да қазір. Мына алдыңғы эфир қозғалды, қазір қозғайсыңдар. Енді қашанға дейін қозғай бересіңдер бұл әңгімені. Ол кезде точкасын қойды. Бекзат та, кімде, Мадина да осы жерде сөйлесіп алды. Екеуі бір-бір үшін қатты айтып қойған шығар. Мүмкін бір-бір үшін кешірім сұраған шығар сол жердегі әңгімеде мысалы. Сендер қайт қозғайсыңдар. Или бірдеңені бір шығарып алғыларың келіп отыр ма дәл осы жерден? Жоқ, халық көрермен білмейтін бірдеңе бар ма бұл екеуінің арасында? Стоп. Нұржан да енді үміткерде адам баласын сөйлеткізбей ма? Бір пәлеші осылар. Білмеймін, түсінбедім. Сосын мен бір жақсы жаңа бір сөз тауып беремін ойдым сендерге жалпы. Сен ол фәни деген уже мен үшін, мен өзім айтпаймын, бұл фәниге уже ол трендтен қалып кетті. Мен басқа сөзді уже ұйымдастырып жатырмын. Пока оны айта бермей қой, тізе шығып кетті. Потом не іздеп жатсың деген кезде ол мен емес Балауса ханым, мен көрген жоқпын. Оны халық көрді. Халықтың сұрағы бұл жалпы деген кезде. Бізді алдасаңыздар да халықты алдай алмаймыз ғой жалпы. Сол мағынада айтып жатырмын мен. Не үшін ондай әңгіме болды? Оны Фархат та білу керек деп ойлаймын. И көзқарасы қалай болды деген сияқты сұрақпен айтып отырмын. Атак бұл екі кісінің ортасына бір іріткі салу, ондай нәрсе мен ойымда жоқ екен. Екеуімен де былай сәлеміміз аманбыз. Бірақ енді мысалы қараңызшы Ақерке, мысалы қалай ойлайсыз, сізге дәл қазір жігітіңіздің көзінше басқа бір жігіт айтты, мен сенен үміттімін, осылай да осылай дегеннен кейін барып қанша жерден эмоцияда тұрсаңыз да ар жағында бір 5-10 минут сөйлесіп отыруға күшіңіз жете ма, барып қасына дегенде сізге қалай көрінер еді? Жалпы менің күшімде, бір құдіретімде ол дүниеге жетпейтін бет деп ойлаймын. Себебі білмеймін, енді әр адамның өзінің санасына ғой, бірақ сонда да ол әрекет өте қате деп ойлаймын. Енді бір ол мынандай нәрсе ғой, біз қазір барлығымыз жасыл свет болып тұрық та, Фархаттың көзінше. Бекзат қана красный свет болып тұр да, қызыл болып жанып отыр. И оның қасына оның жақындағаны Мадинаның, ол ясыны қатты көрінетіні. И Мадина жаңа айтып жатыр ғой, бір буквально там Оразғалидың әңгімесі деген сияқты. Ол нәрсе жаңа анонсқа да берілді, екеуінің бір-біріңмен күліп, майысып сөйлесіп отырғандарың. Бұл жерде Нұржан ешкім олардың бір айырылысып кетуін, басқасын тілеп отырған жоқ. Просто болады ғой андай, енді Фархаттың жасы үлкен да, енді ол көп нәрсені болады ғой, бір қойш жас қой әлі, қойш бала ғой деген сияқты қабылдамайтыны көрініп тұр. Бірақ сонда да адам баласы сабырлы екен деп, адам баласы ештеңеге қатты шамданбайды екен деп, ондай әрекеттерді бір болады ғой, ал не істеп аласың деген сияқты істеу мен ойлаймын қате деп. Расымен де жаңа Бекзат осы жерде Әйгерімге сөйлеп жатыр, қыздар туралы приколдар айтып жатыр. Ол кезде де Мадина мәз болып күліп отыр. Это уже значит, что ол адам сөйлеген кезде Мадинаның миында уже бір сигнал бар да. Ой, ты такой смешной деген сияқты бір нәрсе болып тұрады, значит. И ол нәрсе андай болады ғой бір. Білмеймін, мен енді қазір ауыр айтып жүрмін, өзім дұрыс емес настроениеде отырмын, бірақ солай ойлаймын жалпы. Балауса ханым, мына жақта айта кетсем бола ма? Мадинаның қаралудың қажеті жоқ, себебі алдында Мадина мен Бекзат екеуі бір орында отырып қалған кезде Мадина айтқан болатын, біз ауысайыншы, басқа жерге отырайыншы дегендей қылып. Соны ескере отырып, енді Мадинаны өте қатты түсірудің қажеті жоқ. Фархаттың да мінезі бар керек кезде айтып қалатыны. Мадинаны ешкім түсіріп бір жерге қарай отыр деп ешқайсымыз айтып отырған жоқпыз. Просто адам баласы қалай бар солай болу керек. Ортада қандай позицияда отырдың, Бекзатты жек көретін ең соңғы адам сияқты қылып, ортада неше түрлі әңгіме айттың ба, ортада неше түрлі әңгіме айтылды ма, по жизни тоже солай өмір сүр. Өтіріктен қасына барып, одан кейін жақындап, одан кейін күліп, ондай әрекеттер жасап керек емес, ешкім түсіріп жатырған жоқ. Как есть, білмеймін. Қалай бар, мысалы, Мадина сен өмірде Бекзатқа осы эфирде отырған кезде сол кезде неше түрлі әңгіме айттың, сен маған керек емессің, мен саған үміт бермеймін деп. Ал сен оның обратно қасына отырып мәз болып сөйлескеннен кейін, конечно, ол ойлайды. Қараса, әлі мәз болып күліп отыр ол. Ол, конечно, ойлайды сосын Мадинаның, значит, маған бір намегі бар, значит, маған намектап жүр деген
сияқты ойларды ойлайды, біз соны ғана айтып отырмыз деп ойлаймын. Иә, барлығы түсінікті. Негізінде расымен ол кезде анонста өздеріңіз көрсеңіздер, мен ешқандай андай бір шүйіркелесіп или болмаса аузымнан бір сөз шыққанын көрген жоқпын негізінде. Жарайды, мен ақталмай ақ қояйын. Бірақ енді білмеймін, Фархаттың өзі ол нәрсені біледі, мен өзіне түсіндіріп өткен болатын, поэтому білмеймін, мына жерде қатты талқылайтындай нәрсе емес деп ойлаймын. Бірақ енді расымен де халықтың көңілінде ойында болғаннан кейін түсіндіріп өтуіміз керек болды. Дұрыс айтасыз. Ең бастысы сіздердің араларыңыздағы түсіністік қандай ситуацияға да болса, өздеріңіздің көзқарастарыңыздың оң болғаны. Фархат, сіз ол ситуацияны түсіндіңіз, ешқандай да реніш жоқ араларыңызда? Бұл негізі бұл сәттің қозғалатынын білгенмін негізі. Ол нәрсе шешіліп қалған, менге спокойно отырған себебім сол. Сөйлестік, шештік. Енді айтып жатыр, шүйкелесті, күлді деп. Мен тек қана сол эфирдегі моментті көрдім. Майына жақындап құлағын саған, бірақ күлгенін, майысқанын байқаған жоқпын. Сол себепті может бұл нәрсе мен жеңіл қабылдаған шығармын. Енді Бекзат кетім болса, Бекзат, осы мен қоясың ау, жақындамайсың ау осыға. Шаршады мені тема, шынды айтым бар ғой. Уже үшінші эфир Бекзат, Мадина, адам шаршатады. Мен уже бұл нәрсеге ештеңе айтқым да келмейді, шынды айтым бар ғой. Нервімді құртқым келмейді. Жалпы осы тема жабылсыншы деп сұраймын сіздерден. Бекзат өзімен үшін басты амандарың түзу болсын, артық бір шүйкелес, қалжың болмай қойсын, болды. Главное, амандарын түзу, сәлемдерін түзу болса болды. Болды, енді Фархат не ғой? Мен де өте құмартып жақындап жүрген жоқпын, шынымды айтсам ше. Мен де андай ұмыта алмай деген сияқты қатты өйтіп жақындап жүрген жайым жоқ. Мұны мүмкін Мадинаға да айтып қоярсың деп ойлаймын, маған айтқан сөзінде. Осы темадан шаршадым, сен де қой деген сияқты ше. Әйтпесе мен енді шынымен де құмартып, ойбай Мадина, ойбай деп күйіп бартын жоқпын. Сол кезде просто біздің арамызда сондай әңгіме болып қалды. Болды енді оның барлығы, оны жоққа шығарудың қажеті жоқ. Әңгіме болды, Мадина тыңдады, ол да маған әңгімесін айтты. Сол жерде бәрін білісіп, бөлісіп алғанымыз бар. Осыдан кейін енді тема жабылсын деп айтып тұрмын, мен де әйтпесе мен де Мадинаға құмартып тұрған ештеңем жоқ, Фархат. Жақсы, Бекзат, біз сізбен сәлден кейін бір қоятын сұрақтарымыз бар сізге. Оны біраздан кейін қоярмыз, сұрармыз. Енді сіздерде мәселе шешілді, ең бастысы өздеріңіздің көзқарастарыңыз оң ситуацияға деген. Жандос ортада, гүл шоқтарымен. Рахмет. Жаңа айтып жатыр ғой енді. Бір суып қалған сияқты бір андай сезім болды. Ондай сезім болмасын, сол үшін көңілімді аулайын деп, саған бір кішігірім гүл болсын. Жарайсыз. Пайымдама, бәрі жақсы болады. Фархат, келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді шығарып салайық. Мадина, сіз жайғасыңыз.